Еңсегей бойлы ересім Қазақ хандығын 100 жыл бойы жағадан алған ойрат хандығын құлатып, қазақ елін бір қолға жинақтап кетіп еді. Бірақ тағы бір қасірет туды. Жоңғар хандығы ресми түрде 1635 жылы құрылды. Оны құрушы әрі тұңғыш билеушісі Батыр Қонтайшы. 123 жыл жасаған бұл хандық өз тарихында орталық және шығыс Азия халықтарының өзара қарым-қатынастарына елеулі әсер етті. Өзімен көршілес халықтардың тарихында белгілі дәрежеде із қалдырды. Есім хан 1635 жыл мен 1643 жылдардың арасында өлген. Есімнен кейін оның баласы Жәңгірді қазақ хан көтерді. Орта Азияның құба жондарына қалмаған қазақтың Жәңгір тұсында қалмақпен соғысуы тіпті жиіленді. Осы арада қазақ тағы да бір ыдыраңқыраған тәрізді.
Алдымен Жәңгір хан ыңғайлы орын тапты. Орбұлағы деп аталатын тау арасынан таңдап алады. Сосын 3 шақырымға созылған тар өзекте сарбаздарына ор қаздырады. Алдыңғы жағы биік, артқы жағы тереңнен жау алақандай көрінеді. Сосын мылтықпен қаруланған 300 адамды осында бекінуге бұйырады. Қалған 300 таудың арғы бетіне жасырынады. Жәңгір хан тағы бір айла тапты. Жоңғарлардың алдына шығып, улы түтінге ұрындырады. Сасық теке деген гүлтау текелер гүлдеген кезде, соны алып суға қайнатып, оған шүберек малып кептіріп, жағып жіберсе, түтіні жан-жануарды уландырып тастайды. Жоңғарлар естерін жиғанша қазақтар сасық текені көп қолданды. Жоңғарлар уланып тағы қырыла бастады. Керісінше қазақтар уланбас үшін ауыз мұрын тұмшалап ешкінің маймен майлап алған қазақтарға сасық теке уы әсер ете қоймайды. Уланғаны болса, қымызға мендуананы араластырып ішіп аман қалған. Шық жекпе-жек!
соңғы көргеніміз осы болса, жеңілгеніміз! Қазақтар, көк байрақ тұста! Жеңісіне өлім! О, әруақ қолдай көр! Алға, қазақтар! Артқа жол жоқ! Қолынан айырылсаң да, түсірме! Көтер байрақты! Көтер көк байрақты! Желбірет! Көк байрақты! Желбірет! Бұл қазақтың жері! Қазақтар! Көтер көк байрақты! Желбірет! 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 Сайындала саулық үшін сан құрбан, сары даланың топырағын шаңғылығын, аспан тектес азаттықтың жолындай, арда қазақ жан қиған. Тарихыңның түп тамырын тектесең, әйір қазақ кімге сенің кеттесең, қан мен тердің иісі сіңген даламай, топырағын иіскесең, тұяғы тозған тұлпардың, қанаты талған сұңқардың, атадан қалған киелі бұл жер аманат, бізге аманат. Атадан қалған киелі бұл жер аманат, бізге аманат. Анамның қалған ақ жалғық арық аманат, бізге аманат. Атадан қалған киелі бұл жер аманат, бізге аманат. Анамның қалған ақ жалғық арық аманат, бізге аманат. Сүйінші, салқам жәңгір, хан ием, сүйінші, дүниеге тағы бір батыр келді. Атың қазақ, жерің бұл, ар намысың елің бұл. Қанша өмір сүрсең де, намысты қолдан берме, отаным деп жүрегің соқсын. Сыртқы жауға алынбайтын, ішкі жаудан бүлінбейтін ұлы дала, елің қасық қаның қалғанша қорғап өт, рухты бол. Еліңді жерге қаратпа, еліңнің даңқын көкке көтер. Әумин!